Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз ол бас ми жүйкесінің 5-ші жұп нерві, яғни үшкіл нерв. Латынша nervus trigeminus деп аталады. Бұл нерв қызметіне қарай аралас болып келеді. Негізгі қызметі бет аймағының сезімталдығын қамтамасыз ету. Толығырақ айтатын болсақ, мидың қатты қабығын, бастың терісін, көздің шыш қабатын, ауыз мұрын қуысын, мұрын саңылауларын, тілдің алдыңғы 3/2 бөлігінің сілекей бездерін, шайнау бұлшеттерін, мойынның кейбір бұлшеттерін, бет терісін иннервациялайды. Үшкіл нерв 4 ядродан тұрады. Оның біреуі қозғалтқыш ядро, қалған 3-і сезімтал ядролар. Қозғалтқыш ядромыз 1 деген цифрамен көрсетілген, nucleus motoris nervi trigemini деп аталады. Ол ми көпірінің артқы бөлігінде жұлындық ядродан алдында, жоғары және сырттай орналасқан. Екінші ядромыз сезімтал ядролар nucleus mesencephalicus nervi trigemini. Ол орталық ми жолының ядросы ми көпірмен орталық мидан көтеріліп, артқы комиссураға дейін созылып жатыр. 2 деген цифрамен көрсетілген. Кейінгі ядромыз nucleus pontis nervi trigemini. Яғни көпірлік ядро деп аталады. Ми көпірінің артқы бөлігінде қозғалтқыш ядродан сырттай, төмен және артында орналасқан. 3 деген цифрамен көрсетілген. Кейінгі 4-ші ядромыз nucleus spinalis nervi trigemini. Яғни жұлындық ядро созылыңқы түрде сопақша мидың артқы бөлігінде орналасып, жұлынның жоғарғы мойын сегментіне дейін созылып жатыр. Формасы созылыңқы 4 деген цифрамен көрсетілген. Бұл 4 ядроның өсінділері шыға келе гессеров түйіні, яғни үшкіл нервтің түйіні, үшкіл түйін немесе автор бойынша гессеров түйін деп аталады. Сол түйінге келіп бірігеді. Гессеров түйіні біз 3 бөлікке бөлеміз: жоғарғы, ортаңғы және төменгі. Үшкіл нервтің негізгі ең ірі 3 тармағы бар. Гессеров түйінен 3 тармақ шығады. Яғни ол көздік тармақ nervus ophthalmicus деп аталады. Одан кейінгі тармағы nervus maxillaris, жоғарғы жақ нерві, одан кейін nervus mandibularis, төменгі жақ нерві. Nervus ophthalmicus, яғни көздік нерв. Көздік нерв бұл гессеров түйінінің жоғарғы бөлімінен шығып, fissura orbitalis superior, яғни міне fissura orbitalis superior келер жолда 3 бөлікке, яғни 3 тармаққа бөлінеді. Ол nervus frontalis, nervus lacrimalis және nervus nasociliaris, яғни маңдай нерві, көз жас безі нерві, одан кейін мұрын кірпік нерві. Маңдай нерві ол тура алға қарай бағытталып, көз ұясының жоғары қырының астыңғы жағынан жүріп, foramen supraorbitalis арқылы шығып, nervi supraorbitalis деп аталады. Өз жолында жоғары қабақты, мұрын түбірінің терісін, көздің медиалды бұрышы терісін, маңдай терісін иннервациялайды. Nervus ophthalmicus'тың кейінгі тармағы nervus lacrimalis, яғни көз жас нерві деп аталады. Ол көз жас безіне барып, көздің латералды бұрышында жоғары қабақты және конъюнктиваны иннервациялайды. Nervus ophthalmicus'тың 3-ші тармағы nervus nasociliaris, яғни мұрын кірпік нерві. Көз алмасының медиалды, тура және жоғары қиғаш бұлшеттерінің арасынан тура өтіп, өз кезегінде тармақтар беріп кетеді. Nervus frontalis, nervus nasociliaris, nervus lacrimalis. Nervus nasociliaris'тің тармақтары ол алдыңғы артқы торлы нервтер, яғни nervi ethmoidalis anterior et posterior. Одан кейінгі тармағы nervus infratrochlearis, яғни мұрын түбі және көздің медиалды терісін иннервациялайды. Nervus nasociliaris ganglion clari,
яғни ганглион клярий, яғни ганглион деп отқанымыз бұл вегетативті жүйке жүйесі. Яғни ганглион кляриймен байланысып, сол арқылы 3-ші, 4-ші, 6-ші нервтермен байланысып сезімталдық талшықтар береді. Ал нервус лакрималис өз кезегінде нервус зигоматикусты айтып кетеміз. Жақында нервус зигоматикуспен бір-бірімен анасомас түзіп, көз жас безіне сезімтал және секреторлық талшықтар береді. Нервус зигоматикус деп отқанымыз мынау, қазір айтамыз. Нервус лакрималис деп отқанымыз мынау. Екеуі бір-бірімен анасомас түседі. Одан кейінгі үшкіл нервтің екінші ірі тармағы ол нервус максилярис, яғни жоғарғы жақ нерві деп аталады. Ол үшкіл түйіннің, яғни міне жоғарғы жақ нерві, ол үшкіл түйіннің орталық бөлігінен шығып, бас сүйек сыртына форамен ротундум арқылы шығады. Форамен ротундум 8 деген санмен көрсеткенбіз. Форамен ротундум арқылы шығып, нервус зигоматикус деп аталып, фиссура орбиталис инфериор өзегі арқылы көз ұясы ішіне кіргеннен кейін ол нервус инфраорбиталис деп аталады және бірнеше тармақтар беріп кетеді. Тармақшалар беріп кетеді. Тармақшаларын атай кетсем, рами пальпебралис инфериорис, яғни төменгі қабақ тармақшасы, төменгі қабақты иннервациялайтын тармақша береді. Рами насалис экстерни, сыртқы мұрындық тармақша, яғни мұрынның сыртқы терісін иннервациялайтын тармақшасы. Рами лабиалис супериор, ол жоғарғы еріндік тармақша, яғни жоғарғы еріннің терісін иннервациялайтын тармақша. Нервус зигоматикустың екінші тармақшасы, яғни ол нерви альвеоларис супериорис, жоғарғы альвеоларлық нервтер. Жоғарғы альвеоларлық нервтер өз кезегінде бірнеше бөлікке бөлініп, рами альвеоларис супериорис, антериорис, медиус et posteriorис болып, жоғарғы тістік өрімді құрайды. Жоғарғы тістік өрім бізде plexus dentalis superioris деп аталады. Ол жоғарғы жақ саңылауының шыш астында орналасқан. Бұл жерде тағы бір ерекшелік, нервус зигоматикус форамен ротундумнан шыққаннан кейін, бұл да ганглияға талшықтарын беріп кетеді, тармақтарын. Ол ганглия бізде ганглион птериго-палатиум деп аталады. Бұл ганглион птериго-палатиум өз кезегінде бірнеше тармаққа бөлініп, рами насалис супериорис деген тармағы бар. Рами насалис супериорис ол мұрын жолдарының шыш қабаттарын иннервациялайтын тармақтары. Одан кейін, яғни мұрын жолдарын, ол жоғарғы, ортаңғы және төменгі мұрын жолдарын иннервациялайтын тармақшасы. Одан кейін нервус палатини деп аталатын тармақшасы бар. Ол каналис палатинум майер арқылы төмен түсіп, форамен палатина майер et минус арқылы шығып, қатты және жұмсақ таңдай шыш қабаттарының бездерін иннервациялайтын тармағы. Рами насалис posterior өз кезегінде форамен сфенопалатинум арқылы мұрынның шыш қабығы бездеріне барады. Ең ірісі нервус насопалатинум деп аталып, каналис инцизура деген тесік мына жерде болады. Каналис инцизура арқылы шығып, қатты таңдайды дің шыш қабатын иннервациялайды. Үшкіл нервтің үшінші ірі тармағы бізде нервус мандибулярис деп аталады, яғни төменгі жақ нерві. Ол сопақша өзек, яғни форамен овали арқылы шығып, оның құрамында қозғалтқыш және сезімтал талшықтар болады. Нервус мандибулярис-тің жалғасы ең ірі тармағы ол нервус альвеоларис инфериор деп аталады. Нервус альвеоларис инфериор өз жолында бірнеше тармақтар беріп кетеді. Бірінші тармағы нервус букалис, яғни ұрт нерві. Ол латералды қанат тәрізді бұлшеттің басының ұрт нерві басының арасынан
кейін шайнау бұлшектерінің алдыңғы қырынан шығып, от бұлшектерінің алдыңғы бетінде орналасып, одан өтіп, оттың шырыш қабатында, кейін ауыз бұрышының терісінде орналасып, сол аймақтарды иннервациялайды. Одан кейінгі тармағы нервус аурикула темпоралис, яғни құлақ самайлық нерв, сыртқы есту жолына барады. Құлақ самайлық нерв сыртқы есту жолына барады. Ол нерв, яғни сезімталдық және секреторлық талшықта береді. Секреторлық талшығы ол ганглион оптикуммен байланысқан талшығы. Яғни секреторлық талшығы ол шықшыт сілекей безіне секреторлық талшық береді. Ал сезімталдық талшықтары ол шықшыт буына, құлақ қалқанына, сыртқы есту жолына, самай аймағына барып иннервациялайды. Нервус альвеолярис инфериордың кейінгі тармағы нервус лингвалис, яғни тілдік нерв. Ол төменгі жақтың ішкі бетімен жүріп, тілдің төменгі бөлімінде орналасып, тілдің шырыш қабатының 3/2 бөлімін жалпы сезімталдықпен иннервациялайды. Нервус мандибуляристе жаңа айтып кеткеніміздей қозғалтқыш және сезімтал талшықтар болады. Енді қозғалтқыш талшықтарына тоқталсақ, қозғалтқыш талшықтары, яғни аттас бұлшектерге барып, сол бұлшектерді иннервациялайды. Оларды айтып кететін болсақ, шайнау нерві, нервус масотерикус, терең самай нерві, нерви темпоралис профунди, латералды және медиалды қанатша тәрізді нерв, нерви птеригейди латералис эт медиалис деп аталады. Одан кейінгі бұлшеті нервус мускули тензорис верве палатини деп аталады. Аттас бұлшеттерді қозғалтқыш талшықтар арқылы иннервациялайды. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Назар аударғандарыңызға рахмет.